Жүктіліктің 20 күні өте маңызды оқиға болады. Нәрестенің жұлыны мен миына айналатын нейрондық түтік пайда болады. 21 күні оның жүрегі соға бастайды. Бүйрек пен бауыр сияқты барлық маңызды органдары қалыптасады. Көздері әдеттегі қалпына келген жоқ. Кейін көздеріне айналатын көпіршіктер бастың бүйірлеріне орналасқан. Бірінші айдың соңына қарай ішіңіздегі кішкентай ғана ботақаныңыздың қан жүйесі пайда болады. Омыртқа мен бұлшық еттері дами бастайды. Дәл осы уақытта сіздің жағдайыңыз, яғни жүктіліктің 4-ші аптасындағы ананың жағдайы, ең айқын болатын белгілер жүректің айнуы, ұйқышылдық, сонымен бірге әлсіздік. Гормондық өзгерістерге байланысты кіші дәрежелейді. Бұған алаңдаудың қажеті жоқ, бұл ауытқу емес. Жүктіліктің осы аптасында сізге айтар ұсынысымыз: күніне кем дегенде 1 сағат серуендеу керек. Таңертең оянған соң жаңғақ немесе ас ауқат жеген дұрыс. Мандарин немесе лимонның бір бөлігін сору қажет. Бірақ бұл ұсынысымыз барлық аналарға жарай бермейді. Таңғы асты тойып ішпеуге тырысыңыз. Әр 2 сағат сайын аз-аздан жегеніңіз дұрыс. Ақуызға бай тағамды жеу керек. Құрметті тыңдарман, сіздерге осы ақпарат пайдалы болса қуаныштымын. Сіздер де мені қуантып, менің арнама жазылып, қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.